Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, менің тыңдармандарым. Менің аты жөнім Зәмзина Қарлығаш Келісқызы, Талдықорған қаласы Мағжан Жұмабаев атындағы нөмір 19-ші мектеп гимназиясының директоры болып қызмет атқарудамын. Бұл қызметті атқарғаныма биыл 3-ші жыл, 2023 жылдың қараша айында осы мектепке мектеп директоры болып тағайындалған едім. Мектеп директоры мен үшін бір үлкен мансап емес. Мектеп директоры ол үлкен жауапкершілікті талап ететін, қиындығы да, қызығы да бірге жүретін жауапкершілікті жұмыс. Енді осы сіздермен бірге мен Open Talk жобасын бастағалы отырмын. Бұл жобада мен өзім журналист ретінде, мен өзім сұхбат алушы ретінде болсам, бұл мектепке маған қонақ ретінде, бұл мектептің оқушылары, ата-аналары, немесе кез келген өзінің ойын ашық айтатын, мектеп қауымдастығымен бірге жұмыс істейтін, ашық форматтағы диалог ретінде бұл жобаны бастағалы отырмын. Бұл жобаны жасаудағы мақсатым мектептің жұмысындағы, мектептің барысындағы оқу процесін, тәрбие процесін, ата-аналармен қарым-қатынасты ілгерілету, ата-аналармен жұмысты жоғарылату. Әркімде болса, өзінің бір ойы болса, осы ашық алаңға, диалогқа келіп, мектеппен қауымдаса отырып жұмыс істеуге болатындығын, мектептің есігі әрқашан айқара ашық екенін, кез келген адам директормен сұхбат жүргізе алатынын, мектеп өміріне өзгеріс енгізе алатындығын осы жоба арқылы көрсеткім келеді. Бұл жобаның негізгі мақсаттарының бірі осы білім үрдісіндегі өзекті мәселелерді бірлесе отырып шешкіміз келеді. Бұл жобаның негізгі міндеттерінің біреусі мектеп директорлары, білім алушылар, ата-аналар, педагогтармен сенімді қарым-қатынас орнату және ашық байланысқа түсу мақсатында осындай жобаны қолға алып отырмын. Мінез құлыққа байланысты болатын болса, мен қандаймын? Мен ашықпын. Мен адамдармен бірден қарым-қатынасқа түсемін. Мен қандаймын? Менің өмірде әкемнің де айтқан бір нақыл сөзі бар еді. Өзіңнің табатын еңбек ақы нәпақаңды адал еңбекпен тап. Адам бол және адал бол деген еді. Сол нақыл сөзді әр уақытта жоғары ұстаймын. Және тағы да бір менің ізгі қасиеттерімнің біреуі десем болады. Адамгершілік қасиетті бірінші жолға қоямын. Себебі мектептің басшысы болғаннан кейін мектептегі 1300 бала бар. 1300 баланың ата-анасы бар. 1300 баланың 2600 ата-анасы бар. Мектептегі 130-дан артық ұстаздар бар. Кіші қызметкерлер бар. Ол кісілердің барлығына талаппен бірге адамгершілікті танытып отырған кезде ғана, түсіністікпен қараған кезде ғана мектебіміз өсіп өніп, ары қарай алдыға жылжиды. Ары қарай мектебіміз өркендейді деген мақсаттамын. Open Talk жобасын ойлап тапқанда біріншіден өзім едім. Және жанымдағы мектептегі әріптестерімді шақырып, ол әріптестер болғанда
аға буын өкілдерінен бір адамды шақырдым, орта буыннан. Және қазір өздеріңіз білесіңіздер, біздің жастар өте креативті, ойлары ұшқыр. Сол 3-4 маманды шақырып, мен осындай open talk, яғни open talk деген атаудың өзін маған жас мамандар мақұл кеңес берді. Мен негізінен сол директормен сұхбатты қазіргі мынандай дамыған заманда қалай келтірсек екен деген мақсатта айтып едім. Біздің жастар маған open talk деп бірден ұсынды. Яғни бұл директормен ашық әңгімеге келу, диалог құру. Бұл open talk жобасын ойлап табудағы менің мақсатым, бұл жерде бірде-бір жасандылық жоқ. Бұл жерде жасандылық жоқ. Бұл жерге кім болса да келе алады. Және өзінің ойын емін еркін айтады. Бұл жерге бір арнайы алдын ала сұрақтар дайындалып, сол сұрақтарға жауап беретін емес. Бұл жерде ойын да болады, бұл жерде күлкі де болады. Өзінің ойын еркін жеткізеді, диалог түрінде де болады. Сол мақсатта осы ата-ана, оқушы, мұғалім арасындағы бір жаңағы мынандай екі ортада тұратын бір мынандай не бар еді ғой, қамал. Сол қамалды бұзу. Яғни директормен болсын, оқушымен, мұғаліммен болсын, кіммен болса да қай уақытта да ашық әңгімеге келе аламыз. Яғни біз сол жаңағы қатып қалғанына ережені бұзып, біз барлығымыз қауымдастықта жұмыс істеуге дайынбыз деген мақсатта бір-бірімізге сенімді ұялату және ары қарай бір-бірімізге деген сенімді арттыру мақсатында осындай жобаны ойластырған едік. Бұл сұрақта негізінен қызықты екен. Бұл эфирді бірінші енді өзім бастап отырмын ғой. Өзім бастайын, өзім айтайын, мақсат міндетімен таныстырайын деп. Бұл біздің эфирдің қонағы, кез келген адам қонағы бола алады. Мен мысалы арнайы, мен тек қана осы адамды шақырам деп айта алмаймын. Мысалы бізде республикалық зерде байқауына жолдама алып кеткен баламыз бар. Ертеңгі күні бұйыртса ол баламыз орын алып келсе, сол бала біздің эфирдің қонағы болуы мүмкін. Немесе бізде шебер ұстаз бар. Сол шебер ұстаздың алдыға қойған мақсаты не екен? Ол кісінің іс тәжірибесін осы мектепте тарату мақсатында, сол кісінің өмірлік ұстанымын білу мақсатында сол кісіні шақыруы мүмкін. Немесе мектебіміздегі батагөй ақсақалымыз бар. Сол кісіні мен жобаға шақыруым мүмкін. Немесе 2-ші сыныптың бүлдіршіні бар. Біздің жаңағы республика көлемінде атақты спортшы. Сол баланы шақыру ойымда бар. Немесе блогерді де мен бұл жобаға шақыра аламын. Себебі ол кісілердің де қазір креативті ойы маңызды. Сондықтан да бұл жобада тек қана осындай адам бұл жобаның қонағы болады деп айта алмаймын. Бұл жоба аптасына 1 рет, айына 1 рет жүргізіледі деп те айта алмаймын. Мектептің өмірімен қызық байланысты адамдардың барлығында осы жобаға қонаққа шақырамын. Бұл эфир менің өмірлік ұстаныммен қалай үндеседі деген кезде, менің өмірлік ұстанымымның өзі сол. Мен мектеп директоры қызметін атқарған менде, мен жүрегімде ұстазбын. Мен ұстаз болып қаламын. Менің өмірлік ұстанымым да сол. Биылғы жылы менің ұстаздық қызметіме 27 жыл болады. 27 жылда мен 4 жыл мектеп мұғалімі болдым. 20 жыл директордың орынбасары қызметін атқардым. Осы соңғы жылдары мектеп директоры болып келе жатырмын. Өмірдегі ұстанымның өмірлік ұстаныммен бұл жоба ұштасқан, бұл жоба байланысты.
Себебі менің өмірім мектеппен байланысты. Таңертеңгісін көзімізді ашып тұрғаннан кейін 7:30-нан мектепке келеміз. Мектептің мынау қызу қанды өміріне араласып, балаларды таңертеңгісін оқушыларды қарсы аламыз. Мен мұғалімге де айтатыным сол. Мұғалімнің өмірдегі ұстанымы тек қана 45 минут сабағын беріп кету емес. Ол балаға өмірдің құнды қағидаларын үйрету. Яғни ол баланың бойына біз білім, тәрбие, рухани байлықты сіңіруіміз керек. Себебі ол бала әппақ қағаз сияқты. Ол әппақ қағазға қандай жазбаны түсірсең, тура сол жазба қалады ғой. Тура бала да солай. Балаға біз не үйретсек, кейін сол баладан аламыз. Сондықтан да ұстаздық жолымыздағы ең бірінші баланы адам бол деп үйрету. Балаға әріпті үйрету. Баланың бойындағы өмірге қажетті негізгі құндылықтарды меңгерту әрбір ұстаздың өмірдегі миссиясы деп білемін. Бала болғаннан кейін, мектепте айттым ғой, 1300 бала болғаннан кейін, 1300 бала, 1300 мінез, 1300 тұлға. Әр бала болғаннан кейін, әр баланың өзіндік ерекшелігі болады. Мен бір баланы мынау кешіккіш бала деп айта алмаймын. Мына бала жақсы оқитын бала деп айта алмаймын. Мектепте жаман бала жоқ. Жаман бала болмайды да. Ол баланың біз жақсы қырын тани білуіміз керек. Онда біз шебер ұстаз боламыз. Ол баланың жамандығын айта берсек, ол баланы төмен қарай баса берсек, ол баланың өзіне деген сенімі құрайды ғой. Сондықтан ондай кешіккіш баланың, бұзықтық жасайтын баланың біз жақсы қырын айтуымыз керек. Сонда біз шебер ұстаз боламыз. Ол баланың біз жақсы қырын аша білсек, сонда біз ұлағатты ұстаз боламыз. Сондықтан біздің мектебімізде жаман бала оқымайды, дарынды бала оқиды, талантты бала оқиды. Бір бала спортқа бейім, бір бала өнерге бейім, бір бала математикаға бейім, біреу гуманитарлық бағытқа бейім, біреусі жаратылыстану бағытына бейім. Сондықтан да әр баланың сан алуан қырын біз аша білуіміз керек. Әлі күнге шейін жетіп келе жатқан менің мінезім, әдетім бар. Бүгін біз шындықты айтамыз деп жиналдық қой. Бұл ашық диалог қой, шындықты айтуымыз керек. Енді оны жаман қасиет деп айтсам бола ма екен? Тез ашуланшақпын. Тез ашуланып, бір айғайға басып кететін кездерім де болады. Сол мүмкін менің жаман қасиетім деп айтсам бола ма екен? Ашуланшақтығым да бар. Ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деген мақал мен ашуланып болған соң бар, өз-өзімді кішкене тежеп осы мақал ойыма түседі. Бірақ дегенмен сондай қасиеттерім бар. Өтірік айтпаймын, мен әр уақытта күлімдеп, жап-жақсы болып, жайдары, көркем мінез деп өтірік айта алмаймын. Себебі бүгін біз ашық сөйлесуіміз керек. Сондықтан да осындай да менің бір қырларым бар. Осы эфирда сіздердің сұрақтарыңыздың өзі мені ойландырып қояды екен. Осы эфирда өзімді қандай қырымнан көрсеткім келетіндігін жаңада айтып өттім. Бұл эфирда барлығы ашық болатындығым. Яғни ашықтық, жариялылық, жасырмау, жасандылық жоқ және шынайылық, соны айтқым келеді. Ал құрметті оқырмандарым, тыңдармандарым, бүгінгі күні
Open Talk жобасын бастағалы отырмыз. Өзім жайлы, мектебіміз жайлы, өзіңіздің ашық ойыңызды айтқыңыз келсе, ойыңызбен бөліскіңіз келсе, сіз де біздің эфирде қонағы бола аласыздар. Қош сау болыңыздар.